Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін Қазақстан тарих пәнінен өтетін сабақтың тақырыбы берел қорғандары. Оқушылар, бізге осы тақырып 2 сағатқа берілген. Бүгін бірінші сабағын өтеміз. Дәптеріңізді ашып, бүгінгі сабақтың тақырыбын жазып аламыз. Зерттеу сұрағы: берел қорымынан табылған олжалар сақтардың мәдениетін қалай сипаттайды? Сабақтың мақсаты: берел қорымындағы жәдігерлер арқылы сақтардың қолданбалы өнерінің ерекшеліктерін сипаттама беру. Ежелгі тайпалардың дүниетанымымен танысу. Өткен сабақтан сіздер не білесіздер? Шілікті және Бесшатыр қорғандарынан табылған тарихи ескерткіштер. Оқушылар, ең алдымен білімнің сайтын пайдаланып, берел қорғандарына байланысты бейнематериал көретін боласыздар. Берел қорымы сақ дәуірінен қалған тарихи ескерткіш. Қорым Шығыс Қазақстан облысы Қатон-Қарағай ауданындағы Бұқтырма өзенінің оң жағалауындағы Берел ауылынан оңтүстік батысқа қарай 7-8 шақырым жерде орналасқан. Ресей ғалымы Вильгельм Радлов 1865 жылы Берел ескерткіштеріне алғаш рет зерттеу жүргізіп, осы аумақтағы ең алып нысан үлкен Берел қорымын ашқан болатын. Вильгельм Радлов ұлты неміс, белгілі ресейлік шығыстанушы, түрколог, этнограф, археолог және ұстаз. Радлов зерттеуінен 100 жылдан кейін Берел қорымына Ресей мемлекеттік Эрмитажы ұйымдастырған экспедицияны археолог Сергей Сорокиннің басшылығымен археологиялық қазба жұмыстарын жүргізеді. Одан кейін Берел ескерткіштерін зерттеумен қазақстандық ғалым Зейнолла Самашев айналысқан. Зейнолла Самашев археолог, тарих ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасының ғылымына еңбегі сіңген қайраткер, жалпыұлттық тәуелсіз платиналы тарлан сыйлығының иегері, Германия археологиялық институтының корреспондент мүшесі. 1998 жылдан бастап Әлкей Марғұлан атындағы археологиялық институтының Шығыс Қазақстандағы халықаралық экспедициясын басқарды. Шығыс Қазақстандағы ерте темір дәуірінің біздің заманымыздан бұрынғы 5-4 ғасырлар аралығын қамтитын кезеңін Берел кезеңі деп атаймыз. Бұл кезең Қатон-Қарағай ауданындағы Берел қорымына байланысты осындай атауға ие болған. Қорымнан 40-тан астам оба табылды. Ең үлкен обаның биіктігі 9 метр, диаметрі 20 метр. Қабір іші қарағаймен шегенделген, мәйіт астау саркофагқа салынып жерленген. Саркофагтың сырты қайыңмен қапталған, ал астаудың қақпағы ғажайып құстардың 4 қола мүсінімен безендірілген. Сонымен қатар, қабірден әбзелдері алтынмен қапталған 16 аттың қаңқасы шықты. 1998-1999 жылдары археолог Зейнолла Самашев жүргізген қазба жұмыстарының нәтижесінде нөмірі 11-ші оба зерттелді. Ғалымдардың болжамынша, астау табыттағы ер адам мен егделеу әйелдің жерленген уақыты біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші ғасырға жатады. Олардың киімдері інжу моншақ, алтын жапырақшалармен әшекейленген. Берел қорымындағы қабірден адаммен бірге құрбандыққа шалынған 13 жирен жылқының қаңқасы табылды. Берел мәдениетінің тағы бір ерекшелігі жайпақ түпті қыш ыдыстардың таралуы болған. Берел кезеңінің соңында қола ауыздықтардың орнына шығыршықты темір ауыздықтар келді. Қысқа ақинақ қанжарлар мен пышақтар да темірден жасалды. Мыңжылдықтар тарихын арқалаған Берел қорымы Қазақстанның жалпыұлттық киелі орындарының қатарына енген қасиетті мекен. Оқушылар, біз бейнематериалды көріп аяқтаймыз. Ал енді қысқаша конспектті оқыңыздар. Оқушылар, егер сіздер конспекті оқып болсаңыздар, тапсырма орындайық. Бірінші тапсырма: берілген мәліметтердің дұрыс немесе қате екенін анықтаңыздар. Бірінші, Берел қорымынан табылған ескерткіштер біздің заманымыздан бұрын 5-ші
4 ғасырларға жатады. Дұрыс немесе қате? Дұрыс жауапты таңдайсыздар. Екінші, берелдегі нөмір 11 обаға Самашев зерттеу жүргізді. Дұрыс немесе қате екенін таңдайсыздар. Үшінші, берелдегі нөмір 11 обадан алтын 5 жұлдыз табылды. Дұрыс немесе қате екенін таңдайсыздар. Төртінші, берелдегі нөмір 11 обадан 16 жылқының қаңқасы табылды. Дұрыс немесе қате? Дұрыс жауапты таңдайсыздар. Егер бірінші тапсырмамызды орындап болсақ, екінші тапсырмамызды орындайық. Оқушылар, екінші тапсырмада сіздерге сұрақтар берілген. Осы сұрақтардан дұрыс жауапты таңдап қоясыздар. Оқушылар, егер сіздер тапсырмаларды орындап болсаңыздар, бүгінгі біздің сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.